Баукеспе келіншектің тағдыры 3 бөлім. Садырбайдың ағасы қайнағам Адырбай түнделетіп келіп маған маза бермейтін болды. Шіреген жұмыртқа енді қайтып адам болмайды. Ол түрмеден қайтып келмейді. Сен енді жесірлер қатарындасың. Мен сені жесір ана баланы жетім еткім келмейді. Екеуміз көңілдес болайық деп әбден шаршатты. Оның әйелі абысыным, енем, атам сезіп қояма деп зәрем зәр түбіне кетеді. Бір күні қайнағам айтқанынан қайтпайтын болған соң енеме айттым. Енем жылап отырып, қойшының таяғынан, келіннің аяғынан деуші еді үлкендер. Сен келін болып түскелі үйімізден береке кетті. Бір отаудың шаңырағы ортасына түсті. Екінші отау бүлінбей тұрғанда айналайын, жөніңді тап. Қайда кетсең сонда кет. Бұл ауылдан тезірек кетші. Кеше шал екеуміз әбден ақылдасқанбыз. Бәрін сезіп біліп жүрміз. Қайнағаңмен арадағы әңгімені абысының естісе шашыңды бір талдап жұлады. Ана жүгермекті де оңдырмайды. Ол өскен, өркендеген, текті жердің қызы, тіректері де мықты. Атаң базарға 2 қойын сатып, ақшасын саған арнап түйіп отыр. Сен үшін емес, немересі үшін. Соны берейік. Балаң талпынғанша қоре кетерсіңдер. Тірі адам тірлігін істейді ғой. Қала жаққа барсаң, асханалардың біріне ыдыс аяқ жуатын, еден жуатын болып орналассаң да күн көріп кетерсіңдер. Бірақ бұл ауылға қайтып келуші болма деді. Сонымен енем берген ақшаны алып, жеңіл-желпі киімім мен баламның жүргектерін дорбаға салып, ұлымды құшақтап жолға шықтым. Баяғыда өзім алып қашатын аялдамада тұрмын. Менің бақытсыз өмірім осы жерден басталғандай сезіндім. Тұл жетім болып балалар үйінде жүргенім, өзге бөтен адамдарға қыз болғаным, бәрі есімнен шығып, тек қана Садырбайға жолыққаннан бергі өмірім ғана қатыгез өмір болып елестеді. Ой үстінде тұрып, жаныма келіп тоқтаған жеңіл машинаны да сезбеппін. Ол сигнал бергенде селк ете қалдым. Құндақтағы пысылдап ұйықтап жатқан балам да шошып оянып кетті. Қарындас, қайда барасыз? Деген ағаға не деп жауап берерімді білмей үнсіз тұрып қалдым. Ол қайтадан сұрағын қайталады. Апырай, жас балаңыз бар екен, тоңып қалатын болдыңыздар-ау, қане машинаға мініңіз, деді. Мен үн-түнсіз Жигулидің артқы салонына жайғастым. Қалаға барасыз ба деп еді, мен білмеймін деп жылап жібердім. Бейтаныс кісі біраз жер жүрген соң машинасын тоқтатып маған бұрылды. Күйеуіңізбен ренжісіп, ашу үстінде үйден шығып кеткенсіз-ау, деді сосын. Күйеуім түрмеде, қайнағам қиянат жасаған соң басым ауған жаққа кетіп барамын, дедім. Төркініңіз қайда? Төркінім жетім балалар үйі, жетіммін, деп едім. Ана кісі ысқырып жіберді де, кешір айналайын, енді түсінікті болды. Тек баратын жерің жоқ қой, деп бетіме барлай қарап еді, мен басымды шайқадым. Так, деп қайтадан желкесін қасыған ол маған қайтадан қарап. Сосын темекісін тұтатып, 1-2 рет құшырлана сорып-сорып терезеден сыртқа шиіріп жіберді де, жалғыз басты кемпір бар, сені соның үйіне алып барайын. Сол кісінің кір-қоңын жуып, жағдайын жасасаң өлмейсіңдер. Содан кейінгісін кейін көре жатармыз, деді. Ол алыстама, деппін. Басқа сөз аузыма түспей. Алыс емес, көрші ауылда, деп ол қайтадан жолға түсті. Мен сөйтіп 2-ші рет аялдамадан қалаға шығып кері қайттым. Бейтаныс адам алып келген үй ауылдың шетіндегі 50-60 жыл бұрын салынған көне қоржын там екен. 70-тің үстіндегі жалғыз кемпір мені алып келген кісінің жолдасының анасы болып шықты. Кейуана тіршілік тауқыметін көп көрген кісіге ұқсайды. Мені әкелген кісі оған: апа, сізге қызмет істейтін адам алып келдім. Өзіңізге қыз қыласыз ба, келін қыласыз ба, өз еркіңізде. Сізді ойлап, уайымдап жүруші едім. Енді көңілім орнына түсетін болды. Бұл келіншекпен мен өзімде танысқан жоқпын. Өзіңіз таныса жатарсыз, деп асығыс кетіп қалды. Ал аман есен болыңыздар, деп нан-ауыз теді де қайтып кетті. Аң-таң болып мен қалдым. Қызым-ау, неғып состиып тұрсың?
бөпеңді менің төсегіме жатқыз, үйдің іші салқын, бала тоңып қалмасын, пешке от жақ. Мен от жағуға да жарамай қалдым, деді әжей бір кезде. Затанды әжейдің төсегіне жатқыза салып от жағуға кірістім. Тәуекел, далада қалғаннан бұл да дұрыс болды-ау деп іштей қуанып жүрмін. От жағып шай қойған соң үйдің іші жылып берекеміз кіріп қалды-ау. Ой айналайын, Құдайдың көзі дұрыс болсын, өзің бір пысық жан көрінесің, қай елдің баласысың, деп әжей танысуға ыңғайланды. Әже, мен балалар үйінде өскенмін, шыққан жерім мен тегімді білмеймін, деп одан әрі өткен өмірімді қысқаша баяндап бердім. Құйта қандай қарағым-ай, сенің де көрмеген құқайың жетерлік екен ғой. Ой айналайын, аман бол құлыным. Мен де қартайған шағымда жалғыз қалған сормаңдаймын. Жалғызбын, 7 құрсақ көтеріп, олар жастай шетіней берген. Содан бір жалғыз ұл қалған. Шал екеуміз жалғыздың асты үстіне түсіп, әбден еркелетіп өсіріп едік. Ол содан тентектеу болып өсті. Өзі өте ажарлы еді. Сол жалғызым 4 рет үйленіп, 4 рет ажырасып кетті. 4 келінде 3 ұл 1 қыз кетті. Қызды қойшы, жат жұрттық қой, ана ұлдарды айтсайшы. Сол келіндердің ең болмаса біреуі болса ғой осы үйде. Немерелерімнің біреуі осы қара шаңыраққа ие болар еді ғой. Қазір солардың қайсысы қайда жүргендерін де білмеймін. Я Алла, деп әжей бір күрсініп алды. Мен шыдамсызданып, енді әлгі өзіңіз айтып отырған жалғызыңыз қайда, деп едім әжей. Қызым-ай, сорлап қалдым ғой, сорлап қалдым. Ол әлгі Досбол мен дос болатын. Менің жалғызым жолға жалғыз шығып кеткен ғой, үлкен машина айдайтын. Соны жолда ышпаналар ұстап, жүгін тонап, өзін өлтіріп кетіпті. Жүгін ал, теңгесін ал, машинасын ал, неге жанын қияды, деймін ғой мен. Я, сөйтіп мына үйде жалғыз қалған жағдайым бар жаным. Қарағым, шай ішіп отыр, деген кейуана аз кем үнсіз отырды да сөзін әрі қарай жалғады. Я, Досалы анда-санда келіп хабар алып тұрады, тиын тебен беріп кетеді. Өзімнің зейнетақым бар, бір басыма жетеді, деді. Сонымен мен кемпірдің қолында тұра бердім. 2 жыл ішінде Досалы 2-3 рет соғып бізден хабар алып кетті. Ол ылғи асығыс жүреді, отырып шайды ашпайды. Жалғыз кемпірмен бірге 2 жыл өмір сүргенімізде қария дүниеден өтті. Оны ауыл болып арулап жерледік. Үйге ие болып мен қалдым. Әжем жарықтық береке ғой. Ол кісі бақилық болған соң көп ұзамай қаржыдан қинала бастадым. Баяғы әдетім бойынша жазда тезек қақтап теңге табамын. Қыста қиын. Кемпір қайтыс болған соң Досалы мүлдем ат ізін салмайтын болған. Қыста күн көру қиын болып, әбден түңіліп отырғанымда біреу тыста дауыстап шақырған соң сыртқа шыққанмын. Қараңғы түсіп қалған, қар жауып тұр еді. Шарбақ жанында 2 аттылы адам тұр екен. Конократтар қонақ болды. 2 аттылының бірі, бері шығып кетіңіз, деді дауыстап. Астарына бардым. Қарындас, ат соқты болып шаршап келе жатырмыз. Жамбасымыз тиетін жылы жер керек еді, деді. Мен әуелі не дерімді білмей тұрдым да, ағалар айып етпеңіздер, үйде еркек кісі жоқ еді. Елдің сөзі, оның үстіне сіздерге жағдай жасай алмаймын. Ас ауқат жағын айтып тұрмын, дедім. Ол жағынан қысылмаңыз, бәрі өзімізден табылады. Бізге жылы орын, атымызға қора болса жетеді, дейді. Қиналып келе жатқан кісілер екен ғой, үйді қызғанбайын деп ойладым да, жарайды ағалар, аттан түсіңіздер, дедім. Олардың үйде түнегеніне ренжіген жоқпын, қуанып қалдым. Қоржындары тола, көптен бері тісіме тимеген етті көрдім. Қант шайлары да бар екен. Қарындас, бізге бір сәт мызғып алайық. Сен қоржындағы ас ауқатты түгел сыртқа шығар, қазанға ет салып қайната бер. Қоржындағының бәрі осында қалады. Құдай қаласа таңертең жолға шықсақ, қонағасыны үйде жейміз, деді мұртты. Кең жауырынды қара торы кісі. Көп болса 35-те шығарсың деп іштей ойлап қойдым. Екінші ұзын бойлы сидиған арық бидай өңді жігіт. Ол анадан жас көрінді. Семіз жылқының етін асықпай қайнатып, қамыр илеп отырғанымда қонақтарым да оянды.
Үйеме табақ ет ортаға келгенде мұртты қазақ: «Қарындас боласыз ба, құрбы боласыз ба, атыңызды біле отырсақ», деді. «Мен сіздерден көп жаспын ғой, есімім Қалдықыз». «Қалдықыз қарағым, қоржынның түбінде бір-екі орыстың баласы жатқан секілді еді, соларды да дастарханға шақыра сал», деді күліп. Мен оның сөзіне түсінбедім. «Ұзын бойлысы, жұмбақтамай айта берсейші, бұл кісі ондайды қайдан білсін?» деп жатыр. «Қоржында бір-екі шөлмек арақ бар, соны айтып отыр бұл соққан», деді сосын маған қарап. «Қызық-қызық сөйлейді екенсіздер», деп өздері айтқан арақты алдарына әкеліп қойдым. «Ал енді танысайық, менің атым Пернебай, мынау сары жігіт Өзбекбай», деді мұртты қазақ. Дастархан басында екеуі қанша өтініп сұранса да арақтан ауыз тимедім. Ішпек түгілі өмірі қолыма ұстап көрмегенмін, бірақ еттен есемді жібермей еркін жедім. Етті әбден сағынып қалған екенмін. Ол екеуі екі шөлмек арақты түгел тауысып, үйеме табақ етті еңсеріп тастады. Сорпа ішті, шай ішті. Түн жарымы ауа төсекке қисайды. Құрметті достар, әңгіменің жалғасы өте қызық болады. Әңгіменің жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар.